Сәлеметсіздер ме, құрметті талапкерлер? Бұл нұсқаулық сізге Абай университет қабылдау комиссиясына онлайн өтінім беруге көмектеседі. Сондай-ақ қолданушы нұсқаулығы қосымша бетіндегі мәтіндік нұсқасымен пайдалана аласыздар. Сәтті өтінім үшін барлық ұсынылған өрістерді дұрыс толтырыңыз. Сіздің өтініміңіз мақұлданғаннан кейін қабылдау комиссиясына барлық талап етілетін құжаттар тізімін түп нұсқада алып келіп, оларды техникалық хатшыға ұсыну қажет. Бірінші қадам – тіркеу. Тіркелу қосымшасы бетінде сіздің азаматтығыңызды көрсету қажет. Әрі қарай сіз алғыңыз келетін оқу сатысын таңдауыңыз керек. ЖСН енгізіңіз. Сіз пайдаланатын дұрыс және белсенді имейл мекен-жайыңызды көрсетіңіз. Оған авторизация мен хат келеді. Құпия сөз ойлап табыңыз. Құпия сөз әріптер, сандар және таңбалар болуы керек. Құпия сөзді растаңыз. Капча коды тексерісінен өтіңіз. Аяқтау үшін тіркелу түймесін басыңыз. Сіз бұрын көрсеткен поштада кіріс хатты тексеріңіз. Расталғаннан кейін сіз тіркеу сайтына логин мен құпия сөз арқылы кіре аласыз. Екінші қадам. Сайтта авторизациядан кейін жеке мәліметтер қосымша бетіне ресми деректерді енгізу қажет. Тегі, аты және әкесінің аты. Туған күніңізді көрсетіңіз. Жынысыңызды, ұлтыңызды, азаматтығыңызды және отбасылық жағдайыңызды көрсетіңіз. 3:4 өлшеміндегі фотосуреттеріңізді жүктеңіз. Адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер қосымша бетінде құжаттағы деректерді енгізіңіз. Құжатыңыздың сканерленген нұсқасын жүктеңіз. Әскердегі қызмет мәртебеңізді көрсетіңіз. Әлеуметтік сипаттамалар қойындысында өзіңіздің әлеуметтік жағдайыңызды көрсетіңіз. Егер сіз жатақхана орнына талаптансаңыз, бағдарды мұқият толтырыңыз. Адрес және байланысу мәліметтері қойындысында өзгерту функциясы арқылы мекен-жай деректерін енгізіңіз. Егер сіздің мекен-жай деректері автоматты түрде табылмаса, егофта табылмады деген құс белгіні қойып, деректерді қолмен енгізіңіз. Байланыс деректерін ұялы телефонда көрсетіңіз. Білім қойындысында сіз бітірген оқу орындарын және олардың мекен-жайларын көрсетіңіз. Егер мекеменің атауы автоматты түрде шықпаса, қолмен енгізіңіз. Білім туралы құжаттың түрі мен деректерін, орташа балыңызды көрсетіңіз және құжаттың электрондық нұсқасын жүктеңіз. Сіз оқыған шет тілін көрсетіңіз. Егер бар болса, грант деректерін және магистрлік білім беру құжатының деректерін көрсетіңіз. Ата-ана туралы мәліметтері қойындысында ата-анаңыз немесе қамқоршыларыңыз туралы деректерді көрсетіңіз. Қосымша қойындысында бағдарда көрсетілген деректерді тіркеңіз. Қосымша деректер болса, олардың электрондық нұсқаларын жүктеңіз. Барлық қойындыларда толтырғаннан кейін сақтау түймесін басыңыз. Құттықтаймыз, сіздің жеке профиліңіз жасалды. Үшінші қадам. Білім беру бағдарламасы қойындысында сіз оқуға түскіңіз келетін оқу нысанын көрсетуіңіз керек. Ыңғайлы болу үшін сіз сөзгілерді қолдана аласыз және сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін қолжетімді оқыту нысандарының тізімін көре аласыз. Сізге сәйкес келетін түрін таңдап, оң жақтағы өтініш беру түймесін басыңыз. Өтінім қалқымалы қосымша бетінде оқу тілін, төлем нысанын және талап бойынша сертификатты, мысалы ұбт-ны көрсетіңіз. Сертификат деректерін, таңдалған пән, жинаған балыңызды толтырыңыз және электрондық нұсқаны жүктеңіз. Сақтау түймесін басыңыз. Қалқымалы қойындыда сіздің деректеріңізге негізделген өтініш пайда болады. Деректердің сенімділігі туралы құс белгіні қойып, сақтау түймесін басыңыз. Қалқымалы терезеде өтінімді көрсетіңіз. Қабылдау комиссиясына жіберу батырмасын басыңыз. Төртінші қадам. Өтінімнің мәртебесін өтінімдер қойындысынан көруге болады. 3 мәртебе бар. Қабылданбаған, қайта қарау және мақұлданған. Қайта қарау мәртебесі болған жағдайда түсініктемелерді оқып, тиісті қойындылардағы деректерді түзету қажет. Мәртебелер туралы барлық пікірлер сіздің поштаңызға келеді. Сізге сәттілік тілейміз.